Сәлем достар. Қосылды да. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Құндыз. Бүгін біз тікелей эфирде қаржы мәселесі туралы сөйлесеміз. Әрине, мастер-кит туралы. Мен әрдайым мастер-кит туралы, тренажер туралы айтамын. Өзімде YouTube каналым бар, қазақша канал парақшам. Мастер-кит туралы барлығы да ол жерде, және де жабық парақшам бар, Instagram парақшасында. Қазақша сабақтар өткізем, ол жерде мастер-киттің тренажерларын түгелдей түсіндіреміз, индивидуально, жеке проработкалар жасаймыз. Қызық болса, сол сабақтарға сіздерді шақырамын. Ол жабық парақша Instagramда ақылы, ал YouTube каналда жалпы тақырыптарды қозғаймыз мастер-кит туралы. Біз сәл кешігіп шығып жатырық. Негізде 12-де болады деп айтқанбыз. Бүгінгі тікелей эфир өте қызық болайын деп тұр. Себебі біз қазір ер адамның ой пікірімен бөлісеміз. Мастер-кит туралы не ойлайды, қандай нәтижелерге жетті, қандай тренажерларды жасады, қайтып проработкалар жасады. Соның барлығымен бөліседі. Ол кісі менің туған ағам болып келеді. Мен өзім мастер-китті қолданып жүргеніме 3 жылдай болды. 1,5 жылдан кейін, 1 жылдан асқаннан кейін барып, ол кісі тоже алды. Түсінік басында болмады енді, бірақ мен қоймадым, түсіндіре бердім. Менен нәтижелер көрді, проработкалардың жалпы қалай болады, қалай істеу керек, мынау не, анау не деген сұрақтарына жауап беріп жүрдім. Сосын кейін ол кісі алды. Енді алды ендеше кірсек, сол кісіні шақырайық. Қазір менде қолымнан келсе. Сәлем, бәріңізге сәлем. Так. Қазір күтейік ол кісіні. Сәлемдердік. Рахмет. Қалайсыз, көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Баршаңызға сәлем. Сәл кешігіп шығып жатырмын. Мен үлгермей қалып жатырмын. Мен сұрақтарыма дайынсыз ба? Иә, дайын. Онда ендеше бастайық. Бірінші сұрақ. Мастер-китті қашан алдыңыз? Кім себепкер болды? Мастер-китті қандай себеппен алдыңыз? Не итермеледі? Сол туралы бастап кетейік. Енді бірінші себепкер әрине өзің болдың, сен. Себебі мастер-китті қолданып, өзің қолдана бастадың. Екінші негізгі себеп енді сол кездің жобасында мен қаржылық жағдайым жақсартқым келді. Сен мастер-китті қолданып жүргеніңе уже біраз жыл болғаннан кейін, 1 жыл жарымның жобасында, 1 жылдан астам сен уже жақсы нәтижелер ала бастадың. 2 рет уже жұмыстан көтеріліп, уже позицияларың көтерілді. Қаржылық жағдайың 3 есеге ұлғайды, өзің көрсетіп жүрдің. Және де әрқашанда бұл мастер-киттің арқасы, бұл проработканың арқасы деген сияқты мәселелерді айта берген. Мен де ойланып жүріп, осы мен де алсам, мен де қаржылық жағдайын жақсартсам деп мәселемен сосын сенен жылдық пакетін, годовой пакетті. Саған рахмет айтамын қазір енді. 1,5 жыл болды ғой қолданып жатқаныма. Жалпы жақсы. Сіз айттыңыз, қаржылық себеппен алдым деп. Біз тақырыпты тікелей эфирдің қойдық. 90 мыңнан 15 есе қалай, 90 мың теңге айлығыңызды 15 есеге қалай ұлғайттыңыз, барлығымызға сол қызық. Сол үшін келесі сұрағым менің, жалпы мастер-кит сатып алғаннан кейін неден ең бірінші бастадыңыз, және не қиын болды ма сізге сол информация, оқуы қиын болды ма? Көбісі мысалға клиенттерім менің орысша, барлығы орысша, мастер-киттің іші мен түсінбей қалам деген қорқыныштары бар да. Соның барлығын түсіндіріп берсеңіз, қандай кедергілер болды сізде?
Енді әрине енді MasterKit жалпы орысша бүкіл материал ішінде 21 тренажер бар. 21 тренажердің бәрі орысша. Қиындықтар болғанда жалпы тек қиындықтар болды, установкаларды табу, образдарды көру, установкалармен жұмыс жасау, өзімнің мәселелерімді өзіме байланысты заттар қиындықтар болды. Жалпы өзі сам тренажер ешқандай қиындығы жоқ, орысша түсінсе болды главный. Себебі тренажер жасап жатқан кезде каждый әр тренажерда сопровождение болады, видео мен жүргізеді, қай жерден қалай басып, не сөз айту керек, Дарья Трутневаның өзінің сопровождениесі бар, база знаний бар, соның бәрін оқи отыра, маған бір айдың уақыт кетті жалпы. Мысалға, қазақша, мен өзім қазақша мектеп бітіргенмен орысша түсінемін. Қазақша, орысша керемет сөйлемегенмен де, бірақ орысша түсінемін. Установкаға, мысалға, мне можно было сөйтіп ойлауға болады деген сияқты, сол жерге мысалға сөзді жазу керек болса, қазақша сөзді де жаза салуға болады. Менің айлығым көтеріледі деген сияқты қоя салуға болады, разница жоқ. Ешқандай қиындығы жоқ жалпы. Иә, керемет сөйлемесеңіз де, иә, түгелдей прям орысша сайрамасаңыз да, главное түсінгеніңіз жақсы deyip тұрсыз ғой, иә? Иә, ешқандай қиындық жоқ. Ал ең бастамасында, мысалға, қаржы мәселесінде қандай тренажерлардан бастадыңыз? Қаржы мәселесінде, мысалға, ең бірінші басында мен банктың қызметкері болдым, айлығым 90 мың теңге. Сол 90 мың теңгені қалай ұлғайтсам екен, саған қарап сенің результаттарыңды, мысалға, ақшаңды ұлғайтқан кездерде менде сол сопровождение Дарья Трутневаның нелердің сабақтарын қарап отқан кезде 3-ке көбейтті деді. Мысалы, қазіргі бүгінгі таңда, мысалға, менің сол кездегі айлық басқа жерден табыс көзі болған жоқ, басқа жерден келіп жатқан источниктер болған жоқ. Сондықтан мен 90 мың теңгемді 3-ке көбейттім, 270 мың теңге. Оған 3-ке көбейтіп, сонымен жұмыс жасауға болады. Бірақ кейде болады, мысалға, кейбір жағдайларда миллионға, 500 мыңға, 700 мыңға қоюға болады дейді. Бірақ оған адам сеніңкіремейді. Дарья тұрды. Ал мен 3-ке көбейткен кезде 270 мың, 300 мыңға жету принципі болады. Бір жылдың ішінде, если мен начальник управления болсам, начальник отделаға көтерілсем, оған, в принципе, мен миым сенді да. Сонда жаңағы кішкентай ақшаңызды сразу миллионға көбейту миға сыймайды, просто сол үшін ми сеніп болмайтын болғасын 3 есеге көбейттіңіз, иә, ең бірінші алғашқы қадамыңыз. Я 3-ке көбейттім, оған мен спокойно сендім, что возможно. Одан 900 мың нереально болып көрінді маған. Ал қалай ойлайсыз, MasterKit тренажерінің ішінде теория көп па, әлде практика көп па? Енді басында маған енді көрінген кезде енді теориясы бар, теориясын оқып алған жақсы, бәрін түсініп, каждый 21 тренажер ма, 21 тренажердің барлығы тестлерін, заданияларын орындап, соңында тест болады, сол тесттің бәрін өтіп тастаған жақсы. Ол теория жағында. Бірақ сол теорияны оқып жатқан кезде каждый раз сен өзіңді жаздыртады, отчетыңды, заданияңды, ішінде практикасы көптеу. Соның арқасында қызық болып көрінді маған біріншіден, екіншіден уже өзің соны істей берген кезде практиканың арқасында тез машықтанып аласың тренажерға. Практикасы көптеп, меніңше практикасы жеткілікті. Ең бірінші, мысалға, сіз 270 дедіңіз, иә, сол жерде қандай установкалар шықты сізде? Ақшаға, мысалға, 270-ке бірінші сенбедіңіз, кейін бір-екі, егер де ойыңызда сақталса, есіңізде бар болса, установкаларыңызбен бөлісіп кетсеңіз. 270 мыңға қалай жеттім, қалай установкалармен. Енді, мысалға, 90 мыңмен бастаған кезде, менде установкалар бастап образды қалай өзгертем, 3-ке көбейтуге болады деді. Сол кездерде, мысалы, 200 мыңды, 270 мың, 300 мың қалай табам деген кездерде, мысалға, менде қарақылар шығып атты. Күніне
6-7 установкалармен жұмыс жасап жатыр. Но маған қатты көңіліме есімде қалып қойған, ол мысалға мынандай установкалар шықты. Начальник управления, сол кездегі менің сеніп тұрған затым, начальник управления болу үшін 200-ді болу керек. Качестволар шықты, андай гордый, 200-ді, лицемер, подхалим, тағы неше түрлі сондай качестволар шықты, которые мен өзіме оны рұқсат етпейтін. Солармен мен жұмыс жасадым. Екінші, 300 мыңды алады тек қана бастықтар, мен сияқты красавчик, жақсы адам өзімше мен санап білген. Ол 90 мың теңге алады да, 300 мың теңге бастықтар ғана алады, мен сияқты қарапайым менеджерлер 90 мың теңге одан артық алмайды деген установкалар болды. То есть осылармен көптеу жұмыс жасадым. Сонда сізде 300 мың алатын адамның кейпі, образы онша емес болды да? Образбен жұмыс жасадыңыз ба? Сол кездерде мен көп отырдым, 300 мыңға жету маған результатты бастап жұмыс жасағаннан бастап менде 6 айдың ішінде уже мен бірінші табыс көзі келді 6 айдың ішінде. Осы барысында күніне мен 6-7 установка, күніне мысалға 7-8 качестволардан қабылдап отырдым. Көп жұмыс жасау, жұмыс жүргізілді негізі. Сол именно доходқа жету үшін. Басқа образдар көрдіңіз бе, мысалға, жұмысқа қатысты, адамдарға қатысты? Енді образдар оғанда мынандай болды, мысалға, ең бірінші есіме сақталғаны мынандай қазір сол кезде 300 мың табыс көзіне жеткен кезде образ бәрін жасап келдім, соңында еще былай айтады, мысалы, неше түрлі қаншама образ установкалар жұмыс жасайсың, жасап келгеннен кейін соңында повторно образ көруге болады, мысалға 300 мың айлық алып отырмын, енді соны елестетіп көр, образ көр деген кезде мен образымда кроссовкада отырмын, джинсыда и андай футболка сияқты неде отырмын. Сосын жан-жағымды жайлап қарасам, кабинетінде өзімнің фиолетовый, как ни странно, и сөйтіп отырып образ көргенмін. Сосын шықтым образдан, сосын ойладым, қызық, банкте жұмыс жасап жүрмін ол кезде пока. Ойладым, бізде кроссовка болмайды, джинсы болмайды, в принципе, ладно дедім де. Bir аптаның ішінде бір проектке шақырды, жұмысқа бүкіл этабынан өтіп, собеседование бәрі өткеннен кейін, сіздің кабинетіңіз кіріп отырып көруіңізге болады. Отырған кезде жан-жағымды қарасам, фиолетовый кабинет, ойбай, сондай фиолетовый кабинет, аяғымда джинсы, свободный формамен жұмыс жасауға болады. Мен сол кезде сразу тап етіп есіме түсті, ол менің образым екен. Сол жұмыстан бірінші айлығым 250 мың, еще бонус план жасап, 300 мың қолыма тиген кезде, Алла дедім, сол шынымен де мына образ мен өзгерген екен, сол ең бірінші результатқа жеткен сол кезде. Сондай образ келді. Бүкіл жасап болғаннан кейін қайтадан образды қарау керек. Сосын жаңағыдай что смущает деген сияқты заттарды кетіріп отырған дұрыс. Күшті нәтиже. Енді сіз 300 мыңға жеттіңіз, кейін сосын үлкейтіп қалай ары қарата қалай көбейттіңіз? Басқа жолдар не істедіңіз? Қайттан үшке көбейттіңіз ба 300 мыңыңызды? Енді айлық көбейді, потребность көбейді, аппетит ашылады деген сияқты. Уже сәл кругозор өзгереді, адамдар мысалға норма деген сияқты, сол заттар өзгере бастайды. Айтпақшы, нормаға байланысты, мен норма дейтін тренажерда бар, мен патологыма тірелдім деген момент болды. Себебі 500 мың, 700 мың, үшке көбейткен кезде 900 мыңның жобасы да ғой. Бандай установка келді, үлкен установка, себебі оны өмірмен де дәлелдеп берді маған, себебі қалай дейсіз ғой. Мен бір корпорация шақырып, неге жұмыстың должностьқа сол кезде бүкіл собеседование этаптарын өтіп келген кезде, мен ең соңғы неге 3-4 жігіт келеміз. Келген кезде олар шетелде оқыған, бір жігіт Лондонда оқыған, бір жігіт жаңағы Big Four'да жұмыс жасаған, дипломдар жаңағы мықты бәрі.
и мен өзімді сол жерде не істеп қалдым андай өзім установкалар пайда болды, мен өткен жоқпын, олар өтіп кетті. Сол кезде мен ойладым, мен деңгейім осы жерге жеткен екен, одан артық қиындау болады маған. Если мен только тогда ол класснат айтпақшы шықты, мысалға 700 мың тапқан жағдайда, только тогда, если он классный, егер только тогда, если мен шетелде, Лондонда, Big Four'да жұмыс жасаған сотрудниктер болған жағдайда, только тогда деген класснатаны мен жұмыс жасадым, нормамен жұмыс жасадым. Норма айтпақшы, есіңде болса, помнишь, Батыршына сенімен бірге бардым, неге обучение, как раз сен шақырдың. Сол кезде бірге барған кезде мен алдыңғы қатарға отырып қалдым. И сол кезде Батыршына сөзді қатты маған әсер етті. Ваш потолок дейді да, чей-то пол дейді. Сосын бүйтіп аспанға қарадым, мен басымды, сонда біреулер басып жүр ма сонда деген сияқты. Сол мені сөз бір жеті бойы ойланып, былай қатты ойланып жүріп. Қатты тиді. Қатты тиді, кәдімгідей. Себебі мен басымды біреу басып жүргенде әсер болды. Сол нормамен жұмыс жасадым. 2-3 айдан кейін жобамен есеп қазір қарап отырсам. Проекттермен жұмыс жасадық, көптеген сол кезде 780 мың табыс келді бір айда. Сол кезде мен MasterKit методикасына кәдімгі 100% кәдімгі сендім. Мен уже оған ешқандай күмәнім болмады. MasterKit'тің инструментіне конкретно жұмыс жасайды, четко. Сонда сізде 900 мың, 700-800 мың алу нереально деген установка өшіріліп қалған. Сондай установкалар, да? Жаңа сіз айтқандай. Өшіріліп кеткен келіп тұр ғой енді. Иә. Еді, мысалға, бір жылдың шамасында мен 780 мың айлыққа табыс көзіне жеттім. Жеткен кезде мен сотрудник, банковский сотрудник, 90 мың айлықпен, мен сол кездегі Еркебұлан маған айтса, Еркебұлан, сен бір жылдан кейін айлығың 780 мың болады десе, мен оған қарап күлер едім да. Ол мен миыма кіріп шықпайды, нереально болған бұл. Ал енді қазір сол кезде бір жыл бұрын мысалға қалай бизнесмен болып кеттім да, мен неше түрлі проекттермен жұмыс жасадық, инвестиция бойынша. Жалпы сол кезде маған айтса 90 мың айлық, мен ояққа түсе алмаймын, уже мен миым жетпейді. Себебі мен 90 мың айлық никак нереально. Я 700 мың табу, в принципе, 900 мың табу, это не проблема, это нормально. Сондай көзқарас уже миға сияды. Өзгерді, да, сонымен? Полностью өзгерді. Самооценкаде сонда жаңағы тек қана диплом болу керек, мен шетелден келу керекпін дегендердің барлығын алып тастадыңыз, сосын недостоин дегендерді алып тастадыңыз, да? Солай болып қалды. Енді солар бәрін алып тастағаннан кейін, сол недостоин, только диплом Лондондікі болу керек, только Big Four'да жұмыс жасау керек, только жаңағы финансовый нелерде мықты Кимэп, КБТУ, сол жерде оқығандар ғана 700 мың, 900 мың, миллион алады деген мен полностью алып тастағаннан кейін, оказывается, менде обычный университетті бітірген адам, да, 700 мың, 900 мың доход ала алады екеніне көзім просто жетті, да? Жетті, алып тастағаннан кейін келіп тұр ғой енді. Иә. Сізде қорқыныштар болды ма, мысалға? Сіз қорқыныштармен жұмыс жасадыңыз ба? Ояқта қандай проработкалар болды дейсіңізде болса? Қорқыныштар мен қазірде осы жұмыс жасаған кездерде мынандай болды, мысалға 900 мың доход табам. Бірақ ақша келеді, кетіп қалады. Ұстай алмай алатын сияқты болды. Сондай қорқыныштар болды. Сосын қорқыныштар болды. Мен ақша келесі айда тағы да болып қалмай ма? Осы мына жолы қалай болады? Келесі ай қалай болады деген сияқты қорқыныштар болды. Сөйтіп жұмыс жасап, қорқыныштпен жұмыс жасай бастаған кезде менде ақшаның образын қара деген не келді, сілтеме келді. Себебі страхтың ішінде де, тренажердің ішінде де біраз жұмыс жасауға болады. Сол кезде ақшаны қарап, образын қарасам, білесің ме не келді? Құм.
топырақ бүйтіп ұстаған кезде шаң болып ұшып кетеді да, мына бүйтіп құмды ұстап отырмын, ақша құм болып көрінді. Онда ол құм, балшық, топырақ, қолдың кірі деген образ келді. Шаң, енді сол образдар келгеннен кейін мен ойладым, сондықтан мен ақшаны аламын, тез құтылып тастағым келеді. Мен қолдың кірі деп сондай қалыптасып қалды. Сөйтіп ақша келеді, сразу құртып тастаймын, сразу құртып тастаймын. Келеді, сразу құртамын. Менде күшті это получалось. Сосын сол проработкадан жұмыс жасағаннан кейін обратно қайтадан установкалерді бәрін алып тастағаннан кейін обратно образды қарау керек. Жұмыс жасап шыққаннан кейін топырақты, құмды қарадым, құмды қарап қандай образ келді деген кезде не келе бастады. Құмнан не жасалынады? Құмнан стекло, құмнан әйнек, құмнан қыш посудалар, фарфор, қымбат-қымбат, керамика, бетон, үй, полностью жан-жағымда қарасам, не құмнан, топырақтан жасалынған полностью. Сахараға барсаңдар, толып тұр, ақша бүкіл әлемге жетеді деген образ келді ғой. Дедім мен. Енді шынымен де ақша дейтін жан-жағымда кім ғой дедім ғой. Мен Алла тағала жаратқасын жерде, енді ақшаны, ол безде, бүкіл жерде ол. Бүкіл жерде ақша, бүкіл жерде. Саған топырақ борап жатыр ма? Оған ренжімеймін. Уже ақша келіп жатырған. Сондай образ эйфория аласың, рахат аласың. Мен дейтін, сөйтіп өзгерді. Проработка. Трансформацияңыз күшті жүрген екен, неде болса енді. Сізда образ ақшаны реттедіңіз, образ работаны реттедіңіз, образ сондай жалақы алатын адамдарды реттедіңіз, сөйтіп санаңыз бәрін реттеп келатсыз. Ал енді дәл қазір не істеп жатсыз? Дәл қазір қандай проработкалар жасап жатсыз? Дәл қазір енді тағы да үшке көбейтіп, мысалға мына қазіргі доходымды ұлғайттым ғой, енді 90 мыңнан 15 есеге көбейтіп, қазір мысалға бизнес проекттермен жұмыс жасап кеттім. Бірақ енді бәсібірде жаңа айттым, страхтармен жұмыс жасап жатырмын. Панический страх, түпкі глубинный страхтармен жұмыс жасап жатырмын. Себебі бізде мастер-кит ұстану несін тренажерында 5-ші уровеньде от обратного деген тренажер бар. Сол қазір сонымен жұмыс жасап жатырмын. Глубина, деление, да? Сол? Глубина. Күшті? Тез өтті интервью. Сізге рахмет көп аға. Келістіңіз, қолдап жатсыз, бөлісіп жатсыз, шексіз ризамын. Осындай туған ағам болғанына мен мықты қуаныштымын. Сізді жақсы көрем. Егер де мына жерде бізде сұрақтар болса қарап жіберейік. Адамдардан болып жатса, болмаса осыдан кейін де қоюларыңызға болады. Барлығы сәлем. Сердечки, көңілдеріңізге рахмет. Сұрақтар пока жоқ, но жоқ болса да көрермендер, подписчиктерім деймін. Кімде сұрақтар болады, әрине директке жазуыңызға болады, WhatsAppқа жазуыңызға болады, YouTube'ге немесе Instagramға, Instagram жабық парақшасына сабақтарға келуіңізге болады. Бірге проработка жасаймыз. Хабарласыңыздар, төменде номерімізді тастап кетеміз. Ағамны күнде тастап кетемін, егер өзіңіз сол кісімен де сөйлескіңіз келсе, қызық болып жатса. Аға, сіз бір нәрсе айтасыз ба? Соңғы сөзіңіз? Енді жалпы егер де көп ойланып жүрген, осы мастер-китті қалай қолданам, или болмаса қалай алам, егер де мысалы ол орысша ғой, я болмаса ол әне алам, көп ойланып жүрген, мастер-кит алғысы келіп жүрген, я болмаса әлі күмәнданып жүрген адамдарға мен айтар едім. Көп ойланудың қажеті жоқ. Себебі өмір сенікі, сенің өміріңді тек қана өзің өзгерте аласың. Басқа ешкім саған келіп өзгертпейді. Үлкен рахмет осы информацияны, осы ақпараттарды беріп жатқан адамдарға. Тек қана сен ғана өміріңді өзгерте аласың, сондықтан әрекетке көшіп, мастер-китті алып қолдануға болады. Бір жылдың ішінде табыс көзін мен 1,5 жылдың ішінде 15-ге көбейтсем, 1 жылда
спокойно 10-ға көбейтуіңе болады. Бәрі сенің қолыңда, көп ойланудың қажеті жоқ. Рахмет. Онда сонымен онда бітті, біз тез бітірдік. Қоштасуға уақыт келген сияқты. Рахмет, нақты болды, четко болды, все понятно. Тез кешігіп шықсақ та, тез бітірдік. Рахмет аға, сау болыңыз. Зависать ете берейін, сақтап қояйын. YouTube каналға кейін салып қоярмын. Осы видеоны сосын маған да жібересің ғой, иә? Иә, жіберемін, хорошо. Рахмет аға, сау болыңыз.